Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Мадина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге небәрі 30 минутта дайын болатын, көп нәрсені қажет етпейтін, өте дәмді болып шығатын кешкі астың рецептісімен бөліспекшімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын сіздерді жаңа видео рецепттермен қуантамын. Ең алдымен тауығымыздың аяқтарын алып, жақсылап ерітіп алып, артық бөліктерін алып тастап, осындай орташа бөліктерге жақсылап бөліп аламыз. Пиязымызды да аршып, осындай етіп турап аламыз да, жартылай ашты қызыл және жасыл бұрыштарымызды осындай етіп үш бұрышты қылып турап алып дайындап қоямыз. Қазанымыздың түбіне сұйық майымызды құйып алып, жақсылап қыздырып, жаңағы бөлшектеп турап алған тауығымыздың аяқтарын салып, әппақ болып ағарғанша қазанның бетін жаба отырып, жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды қосып, оны да қоңырқай түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Дәмімізге қарай тұзымызды қосып, томат пастамызды қосып, томат пастамызды да жақсылап қуырып алғанымыз жақсы, әйтпесе тамаққа қышқыл дәм беріп кетуі мүмкін. Ұнымызды қосып, жақсылап араластырып, үстінен суымызды құямыз да, тауығымыз піскенше жақсылап қайнатып аламыз. Су қайнағаннан кейін тұзын көріп, жаңағы туралған жартылай ашты жасыл қызыл бұрыштарымызды қосып, тағы да бір жақсылап қайнатып аламыз, бұрыштарымыз піскенше. Міне біздің кешкі ас дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Барлықтарыңызға ас болсын.